Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білген адам. Бөтенге шексіз сеніп қалудан сақтан. Дос деп құрмет тұтып жүрген адамыңның өзі сені сатып кетуі мүмкін. Жұрттың бәріне бірдей дос боламын дегендер ешкімге де дос бола алмайды. Өмірде дана секілді сүргін келсе, екі басты қағиданы жаттап ал. Әр нәрсені жегенше аш қалған дұрыс, әркіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс. Ақымақпен дос құрып жетіспейсің. Дананың берген уын қабылда, ақымақтың қолынан алтын алма. Әрекет етпей арманға жетуді ойлау, егін екпей оны жеумен тең. Ақымақпен дос құрып жетіспейсің. Дананың берген уын қабылда, ақымақтың қолынан алтын алма. Маған адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Жұлынған гүл сыйлануы тиіс, жазыла бастаған өлең аяқталуы, ал сүйікті әйелің бақытты. Олай болмаса әлің жетпес тірлікті бастамауың тиіс. Жаста өтер бірте-бірте кәрі де өтер. Баянсыз бұл жалғанның бәрі бекер. Жаһанда мәңгі жасар жан жоқ сірә, кетеміз кетті келер, бәрі кетер. Ей көңілім, сыйлық күтпе, бұл заманнан қараңғы. Уақыт тозар барлығына шаң қаптырып адамды. Дертің әр сәт күшейеді, ауырады тынымсыз. Күткеніңмен мына уақыт емдемейді жараңды. Біреуге риясыз сену, оның қолына өз еркіңмен өткір қанжар ұстатқаның. Лыпып тұрған қанжармен ол сені қорғауы да мүмкін, бауыздауы да мүмкін. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Көздер сөйлей алады, қуаныштан күле де, жылай да алады. Көздермен естен адастыруға да, жылата да аласың. Көздермен алдауға болады, бірақ көзбен алдау мүмкін емес. Адамның көздерінде тылсым күш бар. Әділетті болу үшін алдымен мейірбан болу керек. Адам деген әлемнің анық бағы, түсінер мұны олардың дәнішпәні.